Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді болып шығатын сүзбелі торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең бірінші жұмсақ сары майдың үстіне құмшекер сеуіп, жақсылап езіп аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұн мен разрыхетелді електен өткізіп қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығуы керек. Енді майланған ыдысымызға қамырымызды екіге бөліп, астына және шет-шетіне қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен қамырымның шеті осылай біркелкі болу үшін вилкамен кегістеп шығамын. Енді сүзбеміздің үстіне құмшекер себеміз, бір жұмыртқаны жарамыз және 3 қасық қаймақ қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымыздың үстіне сүзбемізді саламыз. Сүзбелі тортымызды міндетті түрде қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Біздің өте оңай әрі дәмді болып шығатын сүзбелі тортымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып менің арнама жазылып кетіңіздер.